Сәлем, достар. Бүгін мен сіздерге үй жануарлары туралы бір керемет, жүрекке жылы, ұзақ әрі мағыналы ертегі айтып берем. Жайғасып отырыңыз, жылы шайыңызды алыңыз, тыңдауға тұрарлық. Ертегі соңында арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз, мұндай ертегілер алда көп болады. Үй жануарларының үйдегі шаруасы. Баяғы заманда қазіргі ауылдың бір шетінде үлкен қоңыр үй болған екен. Ол үйде адамдармен бірге бір емес, 4 түрлі үй жануары тұрыпты: ит, мысық, қой және тау. Олар үйдің жайын бірге ұстап, бір-біріне көмектесіп, тату-тәтті өмір сүріпті. Әрқайсысының өз жұмысы, өз жауапкершілігі болыпты. Ит күзетші. Ит қақпада жатады. Күні-түні қас қақпай, үйді, адамын қорғайды. Біреу келсе үреді, біреуге қауіп төнсе қасқырша шайнасады. Бірақ оның жұмысы көзге көрінбейтін. Адамдар тек қауіп төнгенде ғана оның маңызын білетін. Бір күні мысық мазақтап: «Сен күнде қақпа түбінде жатып не бітіресің?» дейді. Ит үндемейді. Тек жымияды. Мысық тазалық шебері. Мысық болса, үйдің ішін тап-тұйнақтай ұстайды. Тышқан қуса, бірінші, жылы жер тапса, бірінші, адамның аяғына оратылып, мейірімге бөленеді. Бірақ ол да қыңыр мінезді. Көңіл күйі болмаса, ешкімге жоламайды. Бір күні қойға: «Сенің жүнің көп, иісің бар, орныңнан тұра алмайсың» деп тиіседі. Қой сабырмен: «Менің де уақытым келеді» деп жай ғана жымиыпты. Қой сабыр иесі. Қой үнсіз, жуас, барлығына төзімді. Күннің суығына да, ыстығына да үндемей шыдайды. Оның жүнімен киім тігеді, етімен той жасайды. Ол көп сөйлемейді, бірақ жан тәнімен қызмет етеді. Тауық еңбекқор. Тауық күнде таңмен таласа тұрып, жұмыртқа салады. Балаларға қуаныш, дастарханға береке береді. Бірақ ешкім оның еңбегін бағаламайды. Бір күні ол бәрінен шаршап: «Ешкім мені байқамайды, менің жұмыртқамды тек жеп қояды, ал рахмет айтатын жан жоқ» деп жылайды. Бір күні дауыл шықты. Көктем бұлт төнді, жерді жауын басты. Қатты жел үйдің шатырын ұшырып, қораны құлата жаздады. Адамдар уайымдап, жануарлар үрейленіп отырды. Сол кезде ит үйді қорғап, бөтен иттер мен қасқырларды қуып шықты. Мысық балаларды жылы көрпеге апарып, тыныш жатқызды. Қой суықта тұрып, есікті денесімен жауып, жылу берді. Тауық басын суға тықпастан соңғы жұмыртқасын әкеліп берді. Сонда үйдің иесі таң қалып: «Сендердің әрқайсың үйдің берекесі екенсіңдер ғой», деді. Содан бастап жануарлар бірін-бірі мазақтамай, керісінше қолдап көмектесіп жүрді. Олар түсінді, әр жанның үйде өз орны, өз қадірі бар. Бұл ертегі бізге мынаны үйретеді: көзге көрінбесе де, әр істің артында бір еңбек бар. Біреу шулап сөйлесе, біреу үндемей іс атқарады. Қарапайым жануар да үйдің жылуын сақтайды. Міне, достар, ертегіміз осымен аяқталды. Егер осы әңгіме көңіліңізге жылу сыйласа, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Жақында тағы да жүрекке жететін ертегілер айтамын. Келесі ертегіде кездескенше.